Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Кез келген сабақтарыңызда қызықты ойын тапсырмаларын жасайтын керемет бір платформамен таныстыратын боламын. Ол платформа Bambuzzle деп аталады. Бұл платформаға кіру үшін Google-дың іздеу жолағына bambuzzle.com деп кірсеңіздер болады. Енді осы платформамен қызықты ойын тапсырмаларын жасау үшін біз міндетті түрде тіркелуіміз керек. Тіркелу үшін Join for free деген бар жоғары жағында. Осы кнопканы басу арқылы сіздер өзіңіздің почтаңыз арқылы немесе Google аккаунтыңыз бойынша тіркелсеңіз болады. Мына жерде мен бұл платформамен жұмыс жасап жүргендіктен менде логин паролім сақталып тұр. Мінекей осы жерде sign in'ді басып ары қарай жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Мінекей енді бұл жерде менің жасаған жұмыстарым сақталып тұрады. Жаңадан бастау үшін Dream деген бар. Осы кнопканы басу арқылы біз жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Егер сіздерде ағылшын тілінде болып түсінбей жатсаңыздар, онда перевести на казахский деп мышканың оң жағын басып, тілді өзгертіп алсаңыздар болады. Енді мына жерге тақырып қояйық, мысалға ойын түрінің. Мысалға информатика көшбасшысы. Бұл жерге тақырыпты қойсаңыз болады, келесі сипаттама берсеңіз болады, мысалға сұрақ жауап деген сияқты. Одан кейін тілін таңдасаңыз болады. Егер сіздер ағылшынша немесе орысша қазақ каз деп жазсаңыздар, онда қабылдамауы мүмкін. Егер ағылшын тілінде каз деп жазсаңыз, онда автоматты түрде қазақ деп шығады осылай. Келесі осы тақырып бойынша, сұрақ жауап бойынша тегті жазып қойсаңыз болады. Одан кейін профильде жалпыға қолжетімді кез келген адам ойнай алады деген кнопка осында тұрады. Келесі ойын жасаңыз деген кнопканы басатын боламыз. Басқаннан кейін бізде сұрақ жауап жазатын ұяшықтар ашылатын болады. Енді бұл жерде өте оңай, сұрақтарыңызды көшіріп алып келсеңіз болады. Дайын сұрақ жауаптарыңызды осылай копировать ставить етіп қойсаңыз болады. Мысалға кез келген компьютер жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ол не деп аталады? Мысалға мына жерге ұпай қоюыңызға болады, 5-тен 25 ұпайға дейінгі. Келесі мысалға жаңағы сұрақ жауап ретінде шығарсаңыз болады. Мысалға бұл сұрақтың жауабы монитор. Осылай жазсаңыз болады, немесе сурет ретінде шығарсаңыз болады. Енді осы сұрақты сақтайық. Қазір мінекей сақтауды басасыз, басқаннан кейін осылай астына автомат түрде шығатын болады. Мінекей мына ручканың белгісін басып, сіз осы сұрақтарды өзгертуіңізге болады. Енді екінші сұрақты енгізіп көрейік қазір. Бұл не? Мінекей мына жерге ұпайын қояйық. Мына жерге жауабын жазсаңыз болады, немесе сурет ретінде алып келсеңіз болады. Мысалға image library'ді бассаңыз, бұл жерде осы платформаның ұсынған GIF форматтағы, яғни қозғап тұратын форматтағы суреттер шығады. Осы жерден алып келсеңіз болады, яғни сіз жаңағы суретті іздеген кезде сөзіңізді перевод жасап алуыңыз керек ағылшын тіліне. Мысалға бізде клавиатура болатын болса, онда keyboard деп жазсаңыз, мына жерге жаңағы клавиатураның осылай анимациялық фото ретінде шығатын болады. Осы жерден таңдасаңыз болады, немесе выберите файл деп өзіңіздің алдын ала дайындалған компьютеріңіздегі кез келген жерден жаңағы фотосуреттерді алып келуге болады. Мысалға мінекей пернетақта открытті басасыз, басқаннан кейін сақтау дегенді басасыз. Мінекей автомат түрде осылай келіп түсті, редактировайтты басып өзгертіп алуға болады. Өте оңай, тек көшіріп алып келу арқылы сұрақтарды қойсаңыз болады. Өте оңай жолдары. Енді бұдан да көп сұрақ жауап қойсаңыздар болады. Енді мен сіздерге үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Кез келген сабақтарыңызда осылай қолдансаңыздар болады. Енді қазір мінекей ойнатып көреміз. Осы екі сұрақты close'ты басасыз. Басқаннан кейін бізде осындай бетте ашылады. Енді қазір қазақский языкке ауыстырып алайық. Бұл жерде ойнатуға болады, оқуға болады, слайд-шоу ретінде көрсетуге болады, одан кейін бөлісуге болады. Осы әлеуметтік желілер арқылы жіберсеңіз болады, немесе мына жерде сілтеме арқылы жіберсеңіздер де болады осы жаңағы ойын түрін. Енді ойнатып көрейік. Қазір ойнату дегенді басасыз, басқаннан кейін бізде осындай жаңағы тегін версияда екеуі бар, қалғандардың бәрі платный версия болып табылады. Енді қазір тегін түрінің екеуінің біреуін таңдаймыз. Мысалы, тегін ойнаңызды басасыз, басқаннан кейін сізде осындай жаңағы топтық жұмыста қолдансаңыз өте керемет осы ойын түрін. 2 топ, 3 топ, 4 топ деген сияқты. Мысалға, қазір менде 2 сұрақ болғандықтан 2 топқа ойнатып көрейік. Тақырыптарды басасыз, басқаннан кейін мына жерде кез келген тақырып таңдайсыз. Сосын сұрақтардың түрін таңдайсыз. Классикалық, викторина деген сияқты. Викторинаны таңдаймын. Таңдағаннан кейін бізде осылай келді. Енді бұл жерде жаңағы
редактировать етіп топтың атын өзгертуге болады. Мысалға қызыл, екінші жасыл деп алайық. Жақсы сақтау дегенді басасыз, міне автомат түрде қызыл жасыл деп шығатын болады бізде. Енді қазір осыны ойнатып көрейік. Қызылдың сұрағын ашатын боламыз. Ашқаннан кейін бұл не дейді? Оқушылар осы сұраққа жауап бергеннен кейін барып тексеру кнопкасын басасыз. Басқаннан кейін егер дұрыс жауап беретін болса жасылды басасыз, егер бұрыс жауап беретін болса онда қызылды басасыз. Бізде автоматты түрде дұрыс жауап бергендіктен қызыл жаңағы топқа 10 ұпай берілді. Енді жасыл тобының сұрағын ашайық. Кез келген компьютер жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ол не деп аталады? Мысалға оқушылар жауап бергеннен кейін барып тексеруді басасыз, ол монитор. Егер дұрыс болатын болса жақсы дегенді басасыз, егер дұрыс емес болатын болса қызылды басасыз. Ең болады, тек қана тіркеліп сабақтарыңызды көшіріп алып келу арқылы осылай ойын түрінде сабақтарыңызда көрсетсеңіздер болады. Енді осы менің видеом, осы ұсынған видеом сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Алдағы уақыттарда тағы да қызықты, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп өтіңіздер. Сонымен қатар маған лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.